Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Мен Алматы облысы Ақсу ауданы Жансүгіров атындағы орта мектебінің физика пән мұғалімі Мұңалбаева Жазира Рымкабыловнамын. Мен физикадан 7-ші сынып бойынша кинетикалық энергия, потенциалдық энергия, энергияның айналу және сақталу заңы бойынша онлайн сабағымды бастаймын. Сәлеметсіздер ме, 7-ші сынып оқушылары, қош келдіңіздер. Физикадан онлайн сабаққа. Қане, бастайық, назар салып, тыңдайық. Біз тамақтанған кезде энергия қажет. Қандай да бір отын түрлерін жаққан кезде энергия бөлінеді. Қандай да бір қозғалыс кезінде энергия болады. Демек, қарап тұрсақ, барлық жерде энергия бар. Олай болса, мына суреттерді ортақ не байланыстырады? Ұшып келе жатқан метеорит, ұшып келе жатқан ұшақ, тікұшақ, құлай аққан сарқырама, құлаған алма, осы төртеуін өзара не байланыстырады? Дұрыс айтасыңдар. Бұларды өзара қозғалыс байланыстырады. Демек, қозғалыс кезінде де энергия тасымалданады. Мына суреттерді ортақ не байланыстырады? Дұрыс. Бұларды өзара әсерлесу байланыстырады. Мысалы, адамның қолы мен жер моделі, жер мен ұшақтар, жер мен көл, ыдыс пен алмалар бір-бірімен өзара әсерлесіп тұр. Әсерлесу кезінде де энергия болады. Олай болса, бүгінгі сабақтың мақсаты не жайында? Энергияның түрлері жайында. Сабақтың тақырыбы кинетикалық энергия, потенциалдық энергия, энергияның айналу және сақталу заңы. Сабақтың мақсаты энергияның екі түрін мысалдар арқылы ажырату, олардың формулаларына есептер шығарып үйрену, өмірде кездескен мысалдар арқылы энергияның айналу және сақталу заңының мағынасын түсіну. Бірінші видеоға назар аударайық. Видео арқылы кішкене энергия туралы ойымызды кеңейтейік. Соққыдан кейінгі энергияның жоғалуы болмаса, онда доп бастапқы орнына қайтады. Потенциалдық және кинетикалық энергияның қосындысы, яғни механикалық энергия қозғалыстың кез келген нүктесінде бірдей болады. Топ жоғарыдан төмен құлаған кезде, төменнен жоғары қарай көтерілген кезде қарап отырсаңдар, кинетикалық энергия және потенциалдық энергия өзгеріп отырады екен. Кинетикалық энергия дененің жылдамдығына тәуелді, ал потенциалдық энергия биіктікке тәуелді. Доптың биіктігі азайған сайын, демек потенциалдық энергия азайып жатқанын білдіреді. Ал жерге жақындаған сайын, жердің тартылыс салдарынан жылдамдығы артады. Демек, кинетикалық энергия артып жатады екен. Ал доп жоғары көтерілгенде керісінше, потенциалдық энергия биіктіктің артуына байланысты потенциалдық энергия артады, ал кинетикалық энергия бірте-бірте кемиді. Бірақ энергия бір түрден екінші түрге ауысқанымен, олардың қосындысы тұрақты болып қала береді. Екі энергияның қосындысын біз механикалық энергия деп атаймыз. Сонда механикалық энергия потенциалдық энергия мен кинетикалық энергияның қосындысына тең, және олардың қосындысы әрқашанда тұрақты болады екен. Екі энергия қай кезде теңеседі? Әрине, доптың құлаған биіктігінің дәл ортасында екі энергия өзара теңеседі. Келесі видео, әткеншек. Әткеншектің қозғалысы кезінде потенциалдық энергияның кинетикалық энергияға айналуы немесе кері процесс үнемі болып тұрады. Механикалық энергия тұрақты болады, тек ұзақ уақыттан кейін жоғалуын көре аламыз. Механикалық энергия мүлдем жоғалып кетпейді. Ол басқа энергияның түріне айналып кетуі мүмкін. Мысалға, ішкі энергияға. Яғни энергия жоғалмайды, жоқтан пайда болмайды. Ол тек бір түрден екінші түрге айналады. Міне осы анықтама энергияның айналу және сақталу заңы болып табылады. Келесі. Әткеншекті қозғалту үшін ата-ана әткеншекті қажетті энергиямен қамтамасыз етеді. Кішкентай балалар физика заңдарын білмей,
Әткеншекті қозғалысқа келтіруді тез үйреніп алады. Көтеріліп түсу кезінде әткеншекке қажетті механикалық энергия беру үшін қажетті жұмыс орындау керек. Бұл жерде жұмыс атқару арқылы бала механикалық энергияны өндіріп отыр. Келесі видеоға назар аударайық. Энергияның өзгерісі. Механикалық энергия азайып, блок пен тақтайдың ішкі энергиясына айналады. Механикалық энергия мен блоктың ішкі энергиясының қосындысы, яғни тақтайдың толық энергиясы кемейді. Бұл уақытта тақтайдың ішкі энергиясы артады. Блок пен тақтайдың толық энергиясы өзгермейді. Тек бір күйден екінші күйге ауысады. Яғни, кинетикалықтан ішкі энергияға және кей бөлігі басқа денеге беріледі. Және де блоктың біршама энергиясы тақтайдан алынады. Блок пен тақтай сыртқы ортамен әрекеттеспесе, онда олар оқшауланған ортада орналасқан. Оқшауланған ортадағы денелердің энергиясы өзгермейді. Серіппедегі энергия жүктің кинетикалық энергиясына ауысады. Бұл жағдайда энергия жоғалып кетті деп ойлауымыз мүмкін. Негізінде ол серіппенің және қоршаған орта ауасының ішкі энергиясына түрленуі мүмкін. Егер осы тәжірибені вакуумда, оқшауланған ортада жасасақ, онда толық энергия серіппенің ішкі энергиясына айналады. Механикалық энергия ішкі энергияға, ішкі энергия механикалық энергияға ауысады екен. Мына анимацияға назар аударайық. Парашютшы V жылдамдықпен төмен қарай құлап келе жатыр. 50 метр секундына жылдамдықпен. Ал енді осы анимацияға байланысты 3 тестті орындап көрейік. Қарап отырсаңыздар, парашютшы төмен құлаған кезде потенциалдық энергия азайып жатыр. Өйткені биіктік азаяды, жерге қатысты, ол жерге жақындаған сайын. Демек, бұл потенциалдық энергия толығымен неге айналып кетті? Ол энергияны айналу және сақталу заңы бойынша жоғалып кетпеу керек. Демек, ол толығымен дененің ішкі энергиясына айналады. Келесі, егер де бір қалыпты қозғалған дененің жылдамдығы өзгермесе, сәйкесінше оның қай шамасы тұрақты деген сөз. Егер жылдамдық тұрақты болса, жылдамдықты сипаттайтын шама кинетикалық энергияда тұрақты дегенді білдіреді. Кинетикалық энергия тұрақты болса, потенциалдық энергия нөлге тең. Дене құлап бара жатыр. Потенциалдық энергия неге тең? Жаңа парашютшы төмен құлап бара жатты. Жерге жақындаған сайын биіктік азая береді. Демек, биіктікті сипаттайтын энергия потенциалдық энергияда азайып жатыр. Келесі слайдқа жалғастырайық. Сонымен ойымызды қорытындылай келе, энергия екіге бөлінеді. Кинетикалық энергия және потенциалдық энергия. Дененің қозғалысы салдарынан пайда болған энергияны кинетикалық энергия деп атаймыз. Ол жылдамдыққа тәуелді. Потенциалдық энергия деп дененің әсерлесу салдарынан пайда болған энергияны айтамыз. 1 килоджоульде 1000 джоуль бар, 1 мегаджоульде 1.000.000 джоуль бар. Бұл энергияның туынды өлшем бірліктері. Мына кестені дәптерлеріңе сызып алсаңдар болады. Яғни энергияның түрлері, олардың белгілену әріптері, формулалар, өлшем бірліктер көрсетілген. Потенциалдық энергия дегеніміз масса, еркін түсудеуі және биіктік 3 шаманы көбейтіндісіне тең. mgh. Кинетикалық энергия масса көбейтілген жылдамдықтың квадратын жартысына тең. Демек, mv квадрат бөлінген 2-ге тең. Кинетикалық энергия жылдамдықтың квадратына тура пропорционал, ал потенциалдық энергия биіктікке тура пропорционал. Қай суретте қандай энергия берілген? Алдында суреттердегі сияқты, мұнда берілген бір топ сурет қозғалысқа байланысты, мына суреттер әсерлесуге байланысты. Демек, қозғалыс кезінде кинетикалық энергия басым болса, әсерлесу кезінде потенциалдық энергия максимумға ие. Мына тапсырма, сәйкестендіру. Бірінші тапсырма, энергияның түрлерін ажыратыңыз. Бұны өздеріңіз ажыратасыздар. Келесі, интервью әдісі. Екінші тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз және жұмыс дәптеріңізге жазып қойыңыздар. Кинетикалық энергия дегеніміз не? Анықтамасы. Потенциалдық энергия дегеніміз анықтамасы. Формулаларын әрқайсысын жазыңыз, өлшем бірліктерін жазыңыз, энергияның айналу және сақталу заңына өмірден мысалдар келтіріңіз. Келесі, есептер әлемі. Бұл есептерді мен сіздермен бірге талқылаймын. Жеңіл есептерден бастайық. Жылқының қозғалыс кезіндегі жылдамдығы 2 есе артса, оның кинетикалық энергиясы қаншаға өзгереді?
кинетикалық энергия 4 есе артады, себебі жылдамдықтың квадраты кинетикалық энергияға тура пропорционал. Жылқының жылдамдығы 2 есе артса, 2-нің квадраты 4, кинетикалық энергия 4 есе артады. Келесі есеп. Алмағаштан жердің бетіне массасы 200 грамм алма 10 метр биіктіктен құлады. Алманың потенциялық энергиясы неге тең? Есептің шарты бойынша масса 200 грамм, оны килограммға айналдырса 0,12 килограмм, биіктік 10 метр. Потенциялық энергияны табу үшін mgh 3 шаман көбейтіндісіне формуласын пайдаланамыз. G деген еркін түсудеу тұрақты шама, ол 9,8 ньютон бөлінген килограммға тең. Есеп шығарғанда 10 деп аламыз. 3 шаманы өзара көбейткенде 20 джоуль шығады. Демек, алма жерге құлаған кезде потенциялық энергия 20 джоуль, ал кинетикалық энергия 0-ге тең. Массасы 2 тонна ұшақ 360 км/сағат жылдамдықпен ұшқандағы кинетикалық энергиясын есептеңіз. Есепті дәптерге шығару үшін біз мына ережені қолданамыз. Есептің берілгені, ХБЖ, формуласы, шешуі, жауабы жазылады. Массасы 2 тонна, 2000 килограммға тең. Жылдамдығы 360 км сағатына, ол 100 метр секундқа тең. Демек 360-ты 1000 метрге көбейтіп, 1 сағатта 3600 секунд бар, соған бөлдік, нәтижесінде 100 метр секундына шықты. Кинетикалық энергияны табу үшін оның формуласын жазып, орнына сандарын қойып есептейміз. Нәтижесіне миллион джоуль, ол 1 мегаджоульге тең. Қысқаша сұрақтар, бір жауап. Үшінші тапсырма, бұл еге тапсырма. 1 килоджоульде қанша джоуль бар? 1 мегаджоульда ше. 1 миллиджоульда, 1 киловатт сағатта, 1 микроджоульде қанша джоуль бар? 50 тонна қанша килограмм? 9 грамм қанша килограмм құрайды? 36 км сағатта, 72 км сағатта қанша метр секунд бар екенін өрнектеп тауып жазыңыздар. Үйге тапсырма. Башар ұлы авторы физика Атамұра 2017 жылы оқулығы бойынша 32-33-34 тақырыптарды оқу, әр тақырыптың соңындағы есептерді шығару. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.